Сағат таңғы 5:35. Бірақ оянғаныма біраз болды. Төсекте жатырмын. Менің ата-аналарым да осы жерде. Олар маған қарап жатыр. Мен тек көзімді ашып шумаламын. Жан даусыммен қорқыныштан айқайламауға тырысып жатырмын. Жаңадан ағып жатқан қанның иісі қатты сезініп жатыр. Сайтан алғыр, мен қорқып жатырмын. Құдайым-ау, не деген қорқынышты. Бұл жерде бірдеңе бар секілді. Егер мен оған ояу екенімді білдіртсем, өлген жерім осы. Мен өлемін, және ешкім көмектесуге келмейді. Өзімді қалай құтқару керек екенін амалын ойластырып отырмын. Ең тиімді шешім ол қашу, жылап айқайлап, көмекке шақыру. Көршілер, кім болса да мені естиді деген ойдамын. Әрине, сенімсіздеумін, бірақ бұл жерде қалсаң өліп кетуім мүмкін. Ол күтуде, менің оянғанымды күтіп отыр. Қашан мен оны көреді деп отыр. Бәрін басынан бастау керек. Үш сағат бұрын қатты айқайдан оянып кеттім. Үйде айқай-шу болып жатыр. Дәл осы жерде. Мен тұрып не болып жатқанын көруге шықтым. Сол кезде ол мені кез келген уақытта өлтірер еді. Бірақ ол олай істемеді. Дәліздегі алаша түгелдей қанға боялған. Қорқыныштан дірілдеп, бұрылып өзімнің бөлмеме жүгіріп келіп, көрпенің астына тығылып қалдым. Бұл түс, жай ғана қорқынышты түс деп өзімді жұбатып ұйықтауға бар ынтамен тырыстым. Сосын мен өз бөлмемнің есігі ашылғанын естідім. Қатты қорқып тұрған 5 жасар бала секілді көрпенің астынан жай сығалап көрдім. Мен әлдекімнің ата-анамның денесін сүйрелеп алып келе жатқанын көрдім. Бұл адам емес, адамға мүлдем ұқсамайды. Жалаңаш денелі, не шашы жоқ, не көзі жоқ. Жүрісі үңгір адамның жүрісіндей. Ол ата-анамның денесін сүйрелеумен әлекте. Бұл әлдекім үңгір адамынан ақылдырақ. Өйткені ол өзінің не істеп жатқанын біліп тұр. Ол әкемді еденге отырғызып кереуетке сүйкеп қойды да, басын маған қаратып қойды. Анамды да әкемді де отырғызғандай орындыққа отырғызып, бетін маған қаратып қойды. Сосын ол қабырғаға қан қолымен дөңгелетіп пентаграмма сала бастады. Ол ата-анамның қанымен дуалға сөздер жазып жатыр. Қорқынышты, бірақ түнде не жазғанын көре алмай тұрмын. Енді ол мені кереуетімнің астына тығылып алды. Мен не жазғанын көруге қатты тырысып тұрмын. Оқуым тез, оқуым керек. Дуалдағы сөздер көріне бастады. Мен оқып жатырмын. Сенің ояу екеніңді білемін.